Мынау тура менімен тура осындай жағдай орын алды. Фостердің өзін, Фостердің әуе компания Air Астананың президент Фостердің өзі, мына қаншама халық зардап шегіп отса да, лонж барға барып шай ішіп отқан жерінен шығарып алдық, мына халыққа жеткіздік Фостерді. Міне халықпен сөйлестіп. Сол қазіргі былықтың несі көрінісі сол. Міне соның 622-ші рейстің нәтижесіне тексеру болды. Тексерудің қорытындысы бойынша, міне қорытындысы. Мен зардап шектім. Қаншама адамдар зардап шегіп отыр қазір. Жалғана айыппұл. Ол айыппұлдар болмайды. Үзілді кесілді. Айыппұлдардың санын едәуір көтеру керек. Жауапкершілікті күшейту керек. Қажет етсе, бұл жерде аэродром сертификатын уақытша тоқтата тұру керек. Шаруашылық қызмет уақытша тоқтата тұру керек. Тура солай ғана біз мынау әуе компанияларды заңды орындатқызамыз. Басқаша амал жоқ. Рахмет. Сіздердің айтып отқандарыңыз ұқсас негізі. Сізде дұрыс айтып отырсыз, министрлік өкілі де сол мәселені шешудің жолын ашып отырсыз ғой. Сондықтан бізде авиациядан көп зардап шеккен депутат Базарбек, сол бірге осы мәселені бірге қайтадан қараңыздар. Жақсы біледі ол мәселені.